жатқан қайраткерлары Алла Тағала өз дәргайында қабыл қылып, ендігі жылы осындай уақытта 4 көзіміз түгел бала шағамыз ендігі жылы осындай уақытта осындай мереке тойын тойлай берейік. Аллаху акбар. Ниеттер. Хамза үйіміз осы жердегі қызмет қылған жігіттер барлықтарыңызға рахмет. Мына жұртқа берген дастархандарыңыз жайнап тұрсын, қазандарыңыз қайнап тұрсын, бала шағаларыңыз есіктің алдында ойнап тұрсын. Анау қырда жүрген қыздарына әрдайым қолдап қуаттап тұрсын, қалталарың тола толтырып болсын, үйлеріңде осындай әрдайым ойыңызбен тойлар болсын, жүргенде жолдарың болсын. Алладан не тілеген болса тілеулеріңізді біле берсін, мына қымбатты садағаларым Алланың дәргайында қабыл бола берсін. Амин. Аллаху акбар. Жастарыңызға қарап, жастарыңызға армана берin. Бала шағаның тыныштығын, аманшылығын, денсаулығын берсін. Алла өткендерді рахметіне алған болсын, топырақтар тұрқа, қабырлар нұрға толсын, жатқан жайлары жәннатта болсын. Bağına Müslüman halkına bis-salihinne sallallahu teala ala halkı Muhammedin ve aleyhi ve ashabı ecmaîn birahmetke ya erhamer rahim. Allah. Yaxşı. Aman olsun. Gel. Bir biraz ayta verin. Alınız aytınız da. Aytın. Gel. Birbirinize aytsanız. Koku aytın. O iyi teşvik olsun. Allah her göster yerine Buyurlar rahmet, böyle olsuncarım, bir jağadan baş çıkarıp, bir jağadan kol çıkarıp, sırtıma kılıp, muraza kılıp, perde kılıp, olsuncarım, tennakı yatkan ağaylarıma Allah'ın nuru joğutlusun. Rahmet varlığıma, hürmete bezdireyim. Ya Ceratkan Cabbariyem, halkımdan olasını sakta, yelimden anasını sakta, seninle anasını sakta, azamatlı sanasını sakta, iyiliğini sakta, tüzde sakta, aydan aman et, yıldan esen et, könlümüz şuaktı olsun, könlümüz suaktı olsun, kadını kıyalasın, perişte uyalasın, ağaç versen ceyiz tıkıp vergen, kelin versen keliz tıkıp vergen, at versen şamız tıkıp vergen, argımak ver, bırak ver, jomart olsan, o satkanların varlığın, o satkan kalkıma, üstünü bırak ver. Rahmet. Ağır günlerinde de boştadır. Çaylarınız var mı? Çay var. 4-5 yaşlık bir yılına Ahmet Fazıl bırakağınızda olsun. Hürmetli uzak şarttan gelgen adayı çekiyor. Asar Bozay'ın görüşürüz. Hamza Bey. Buna çekeceğim. Yetleriz kaldıranlarınıza Azal kalkan kurtulmaktan birlikte, adallık ve şahratın kasiyetli merekelerini veren Navruz Bayramı kutlu olsun ağabey. Bugün arazaskanlar dostlaştırığa, adamların köngülü aşık, yüreği jarkın boluma şahıradı. Жалпы айтқанда Наурыз бұл жаңару, жаңғыру, ояну, түрлену мерекесі. Сағадат етіміздерге, көңілдеріңіз көктемнің шуағына малсын, армандарыңыз аттан жерден табылсын. Айналайын бауырлар, құтты болсын мереке, тілеймін мен сіздерге ырыс бақыт береке. Amin. Amin. Жақ айтасыз ба болды ма? Ағайын туған туысқандар, бауырлар, мінекей бүгін біздің Хамза бауырымыздың учаскасында және Мінайымбек бауырымыздың осыған қасында жүріп, сіздің енді көптен бері стажыңыз болғандықтан осы қандай болады екен деп жүріп еді, өте бір әдемі өтіп жатыр. Біздер келе жатқан, жолда келе жатқанның өзінде гирден көтеріп 90, 92, 96, 100 деп айтып жатқан сөздерді естігеннен біздің жаңа қара күштің палуанының барлығы батыр да шыққан, ақын да шыққан, палуан да шыққан қара көсеннен деген сөздің дәлелini келе жатып, біз өзіміз келе жатқанның өзінде көрдік. Мынау қазіргі жастарды байқадық. Айналайын Хамзеке,
Sizin bugünküdey peyilingizge qarap, osындай тірлік болып жатыр. Әуелім бар мынау жаңалдегі бағана ақсақалдар айтты, молдекең айтты, сол сөздерге қосылып, қыстың қыспағынан шыққандарыңыз құтты болсын. Мына табиғат атауының көптеп көгерген шағы, бұнда мәке тек асығатын да жай жоқ. Себебі сіздер осынша халыққа 20 күн, 10 күннен бері тынбастан дастархан жайып, күндіз түні отырып, жастарды осындай тәрбиелеген, әуелім бар арқаларыңыздан ерген ізбасарларыңызға осы жерде, осы ақсақалдардың атынан, өзімнің атынан үлкен алғысымызды айтамыз. Екінші учасканың жастарына да осындай тамаша өткізіп жатсыздар. Енді соның арқасынан мынау Наурыз мерекесі дейді. Наурыз мерекесінде мынау ұлыстың ұлы күні оң болып, ақ мол болып, бәле жаланың бәрі жергенсін. Көйлектеріңіз көк болып, қарындарыңыз тоқ болып, өйімдеріңіз жоқ болып, дендеріңіз сау болып, жылдан жылға аман есен жете берейік. Жылан жылы жайлы келсін. Мына ақсақалдарымыздың барлығының Алла барлық отырған жандарды Алланың өзі қолдап жүрсін. Жаманшылық болмасын. Аяғы бұл өмірден тегі біреуімізді де таймасын. Дендеріңіз сау болсын. Мына істеп жатқан ниеттеріңіз Алланың дәргайында қабыл бола берсін. Асарымыз гүлдеп, көгеріп, осының көркеюіне үлесті қосып жүрген барлық азаматтар, ақсақалдар, жеңгелер, энелер, бауырлар, барлықтарды аман болсын, жылдан жылға аман есен жете берейік. Мына ортада отырған Орынбай көкем сияқты ақсақалдар осы отырғанның гүлі болып отыра берсін. Рахмет. Мынау ардагерлердің төрағасы, біз Асар Мөлтек ауданының ардагерлерінің төрағасы Ерсалиев Қалдыбек ағамызға береміз микрофонды. Марапаттауды осы кісі бастайды бірінші. Ассалаумағалейкум. Мына екінші участка тұрғындары, мынау ниеттеріңіз қабыл болсын, мұрат асыл болсын. Мынау ұлы отан жеңісінің мерекесіне орай төсбелгі бар еді, бір кісіге соны тапсырайық. Мына қыз келіншектерімізге алғыс хаттар бар. Баратбаев Түзелбай ақсақал. Бахан екінші телефон Алекең беріп қойдым. Екінші микрофон Алекең беріп. Дауысын шал-шалып кеп, дауысын. Екінші учаскесінің биі Хамзаға да. Пердебаев Хамза биімізге мына екінші учаскесінің биі. Осы кісі әйтеуір барын ұйымдасы бір жағын бас болып. Келіңіз, мына. Түзелбай ақсақалға міне. Мынау Құдайдың құдіреті, қараңдар. Бүгін тасаттыққа Құдайға мынау елге белгілі мына азамат Мінайымбек Салбаевқа да әрі бүгін толған күн екен бұны. Қара Құданың барлығы толып кетіп тұрғанына. Рахмет. Құтты бола берсін, құтты бола берсін. Отыр Төрехан көке. Кеп кетіңіз жайлап, Төрехан көке. Сізге бермесек болмайды еді. Или бар тап. Так, кім бар еді?
Rahmet. Ағабаев, Оза Орынбек ақсақал. Бол, Әлібек апарып так. Енді мына не? Құтты болсын, барлықтарыңыз бір болжамалы шақырыңыздар. Дәл осындай мәтінде Тағабаев Еркін ағамыз марапатталады. Дәл осындай мәтінде Қадамбаев Абдул ағамыз марапатталады. Келіңіздер. Нұрсайытов Бердіғұл ағамыз марапатталады. Шәрібаев Мәйінбек ағамыз марапатталады. Алғысқа құтты болсын. Қожагелді Серік құтты болсын. Сәлібаева Рүскүл апамыз марапатталады. Жарғынбаева Мария апамыз марапатталады. Мария апай бар ғой. Таулбаева Алуа апамыз марапатталады. Дуғал жаманақ әйел қауымы. Алтынбек Мамашев. Әкеңіз. Исмаилов Алмас ініміз марапатталады. Бұғыбай Бекболат ініміз марапатталады. Саттаров Әлімхан ағамыз марапатталады. Келіңіз. Енді құрметті көпшілік, мұның барлығы нағып тосыннан өздері жазып алғанда деп ойламаңыздар. Бұл әрбір алынып жатқан алғыс хаттың арқасында үлкен ерен еңбегі жатыр. Соны бағалап, жігіттерімізді құттықтап жатырмыз. Рахмет, барлықтарыңыздың үйлеріңізде тойлар болсын. Ал біз мына марапатымызды жалғастырамыз. Осы біздің ауылымызда, біз жас кезімізде ағалық қылып, бізге спорттың мына музыканы өшіре тұршы болады. Бізге мұны спорттың жетекшісі болып, ағалық өнеге көрсеткен Әуелбай Егем ағамызды ортаға шақырып, бүгінгі спорттық сайыста жеңіске жеткен інішектерді сіз марапаттап берсеңіз. Әуелбай Егемге келіңіз, Әнвар көке сіз де келіңіз. Бұл кісі көкемді сіздерден бір жақсы тілек айта беріңіздер қазір. Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын, туыс, бауырлар. Жақыннан өзіміздің Асар Мөлтек ауданда тұрғындар, қонақтар, қош келіпсіздер. Міне бүгін бәріміздің жиналып отырғанымыздың басты мақсаты екінші учаскада жыл басы тастаттық деген Құдай тамағымызда келіп жатырмыз. Алланың өзі қабыласын. Құда қаласа бәрілеріңе денсаулық, амандық, кең пейілдік, кетпес дәулет Алладан сұраймын. Мына рахмет жігіттер. Әрқашанда Алла қолдасын ниетімізді. Өте бір жарасымды бірлік пенен тірлік бітіріп атқандарыңа өте бір қуанып атырмыз. Басқа бір елдерге де үлгілі болып жүрейік. Сізіміз ұзағынан бола берсін, Алла қолдасын. Мына арада жігіттердің барлығы басқасы болып жүрген жігіттеріңе барлықтарыңа арнайы енді атап айтпайын, барлықтарыңа денсаулық тілеймін. Басшы жігіттерге, билерге, ағайын туыс, бауырлар, інілер, іншектерге денсаулық тілеймін. Бірінші денсаулық болса бәрі нәрсе көңілдегідей орындалады екен, міне Құдайға шүкір. Серікбай жігіт, менің бауырым айтып отырмын, спорт болған екен. Әлбетте денсаулық осы спорттың арқасында. Мына денсаулық дегенде шынықсаң шымыр боласың дейді ғой. Бәрлеріңе арқашында шынығы денсаулықпенен өздеріңе қарап,
bir-birlerinden tartışıp, bir-birlerini sınap, жарыс болған жерде жақсы болады. Сол достықта болады. Сол бірінші ол денсаулықтың өзі, физкультураның өзі достыққа алып келеді дүние бойынша. Енді мына Серікбай бауырым сөзімді жалғастыратын Әнуар көке, өзіңіз бір екі ауыз тілегіңіз білдіріп жіберсеңіз. Ассалаумағалейкум, құрметті жамағат ағайындар. Мына бүгін Мінайымбегін жек, мына Хамза, өте мына іс-шараларың өте жақсы. Рахмет сендерге. Мына жас балдарға да Оразбай нелер бәрі белсеніп мына қызмет қылып, неше күннен бері қызмет қылып, осыны ұйымдастырып жүр. Соларға рахмет. Құда қаласа мына тасадық неміз құдайымыз өте жақсы өтті. Мына спортшылар шаралары өтті. Бәрін ұйымдастырып, рахмет сендерге барлықтарыңа. Мына ендігі жыл Құда қаласа осындай күндерге, осы жылға есен аман жете берейік. Рахмет. Ал рахмет көкелер, мен мына жерде орын алған жігіттер шақырам, насихатты сіздер берсеңіздер. Бүгінгі күні арқан тарту спортында 3-ші орын алған үшін 1990 жылғы ілшектеріміз шақырамыз. Дұғыл жабалақ. Келіңіздер, сыйып-сыяпаттарыңызды алып кетіңіздер. 1990 жылғы жігіттердің капитан командасы. Келіңіздер. Кейінгі 2-ші орын алған 1992 жылғы жігіттер. Келіңіздер. Құтты болсын, білектерін күштен талмасын. Ал осы арқан тартыста бүгін 1-ші орын алған үшін 1-ші орын 73-74 жылғы жігіттер. Дұғыл жабалақ. Капитан команда Жарқынбаев Алтынбек. Көмекшісі Салыбаев Мұратбек. Ал мына ел көтеруден 18 мен 15 жас аралығындағы 3-ші орын алған Дастан Жорабаев ініміз шақырамыз. Келіңіз. 2-ші орын алған Ерасыл Исмаилов баламыз шақырамыз. Дұғыл жабалақ ағайындар. 1-ші орында алған 18-35 жас аралығындағы Төлебаев Сырман ағайдың немересі Нұр Ислам. Сырман. Дұғыл жабалақ 101 рет көтерді. Рахмет. 36-45 жас аралығындағы тас көтеруде 3-ші орын алған Жұбатов Сәбит марапатталады. Суретке естелікке түсеміз, жігіттер кетіп қалмаңыздар. 2-ші орын алған Әлімбетов Қуаныш марапатталады. Келіңіздер, дұғыл жабалақ. 36-45 жас арасындағы 1-ші орын иегері Үрсімбетов Досымхан марапатталады. Кет қалмаңыздар, суретке түсеміз. 46 жас және одан жоғары 5-ші орын Саттаров Жеңіс марапатталады. 4-ші орын Салыбаев Айдын марапатталады. 3-ші орын Салыбаев Меймек ағамыз марапатталады. 2-ші орын Тұрдалиев Әбдәкім ағамыз марапатталады. 46 жас және жоғарыда тас көтеруде 1-ші орын алған үшін Салыбаев Мұрат бауырымыз марапатталады. Дұғыл жабалақ. Бүгінгі ең үздік батырымыз, палуанымыз. Рахмет. Ал енді құрметті көпшілік, сіздердің алтын уақыттарыңызды алмайық. Мына естелікке суретке түсіп алыңыздар. Бүгінгі дастарханымызға арналған арнайы қатым Құран енді оқылады. Кетіп қалмаңыздар. Қазір Молдекен Құран оқиды, содан соң тұрамыз. Өзіңді кезіш бе? 1, 2, 3.